Сәлем достар, алманы кімдерге жеуге болмайды? Алма ас қорыту проблемалары бар адамдар үшін айтарлықтай қауіпті. Бұл жемістерді гастрит немесе ойық жарамен ауыратын және асқазанның қышқылдығы жоғары адамдар жеуге болмайды. Сонымен қатар алманың қышқыл сорттары тіс эмалін жұқартуы мүмкін. Алма жегеннен кейін диетолог ауызды шаюға немесе тістерді тазартуға кеңес береді. Қант диабетімен ауыратындар алманың тәтті сорттарын пайдаланбауы керек. Олар қантқа бай және глюкоза деңгейін жоғарылатады. Артық салмағы бар адамдарға да тәтті жемістерді жеуге болмайды. Жалпы алма адам ағзасына пайдалы. Бұл жемісте пекстиндер, макро және микроэлементтер, С дәрумені, антиоксиданттар, кверцетин, сонымен қатар организмдегі су мен қышқыл негіз тепе-теңдігіне әсер ететін калий көп. Алма ас қорытуды жақсартады. Сіздермен бірге болған пайдалы ақпараттар каналы. Келесі видеода кездескенше сау болайық.